Баршаңызға ассалаумағалейкум. Біздің тарихшылар әлі күнге дейін Ескендір Зұлқарнайын мен Македондық Александрды шатастырып жүр. Назарларыңызға Тұрғанжан Төлебаевтың 2017 жылы Атамұра баспасынан шыққан 5-ші сыныпқа арналған дүниежүзі тарихы оқулығын ұсынамын. Өздеріңіз көріп отырғандай, оқулықта Александр Македонский Ескендір Зұлқарнайын деп берілген. Сіз Абайдың өзі Ескендір деген пайымы жазды ғой деуіңіз мүмкін. Бірақ Абай Зұлқарнайын демеді. Бұл сөзді қолданбаған. Абай исламды кеңінен таныған тұлға, оның бұл мәселеде шатасуы мүмкін емес. Осы жерде бір айта кететін нәрсе, кей деректерде поэмада Ескендірге көздің топырақтан өзгеге тоймайтынын айтқан Аристотель емес, өзге бір парсы данышпаны дегенде сөз бар. Сонымен біз сөз етіп жүрген Ескендір Зұлқарнайын қос мүйізді, Алланың қалауымен Яджуж, Маджуж деген халықты өз әскерімен жер астына қамаушы әулие. Құранға түсінік беруші, Құран аяттарын талдаушы Муфассир Әл-Азрақи атты ғалымның айтуынша, Ескендір Зұлқарнайын Ибрахим алейхиссалам уақытында өмір сүрген әулие болған. Зұлқарнайынды сонымен қатар Македондық Александрдан басқа біздің заманымызға дейінгі 2237-2200 жылдар шамасында өмір сүрген Аккад патшасы Нарамсин, кейбір деректерде Нарамсуен салыстыратындар да бар. Неге десеңіз, екеуі де монотеизмді ұстанған. Монотеизм дегеніміз бір құдайға табынушылық. Тасбағанға салынған суреттерде Нарамсуен басына қос мүйізді дулыға киген. Қос мүйізді дегенге дәлел ретінде айтылады. Бұл туралы нақтырақ Ислам KZ сайтына шыққан мақаладан оқи аласыз. Ал оқулықта көрсетілген Македондық Александр, Македондық 2-ші Филипптің баласы, Македонияның патшасы. Біздің заманымыздан бұрынғы 356-323 жылдар өмір сүрген, жастайынан кеткен Аристотельдің шәкірті. Біздің заманымыздан бұрынғы 336-323 жылдар билік құрған. Сонымен қатар Қазақстан тарихынан бізге белгілі, біздің заманымыздан бұрынғы 330-327 жылдары Сақ, Соғды, Бактрия халықтарына жорық жасаған. Кейбір аңыздар бойынша Сақ жауынгерінің жебесі аяғына тиіп жараланған Александр. Тағы бір ескеретін бір нәрсе, бұл енді өте маңызды мәселе ретінде айтылады. Отандық тарихнамада Александр Македонский деп айтылып жүр, бірақ ол қазақ тілінің емлесіне сай қате, себебі қазақ тілінің емлесіне сай Македондық Александр деп айтылғандығы дұрыс. Отандық тарихнаманың тағы бір мәртебе екшеліп жазып жатқандығын ескере отырып, ұсыныс пікір назарда ұсталады деген ойдамыз. Видеоны осы жерге дейін сіз көрген болсаңыз, сізге көптен көп алғыс. Баршаңызға рахмет.